күшті бүйтіп қарасаңыз, өміріңде достан артық не нәрсе бар? Мысалы, бір істі бастаған кезінде қолдайтын достан артық не бар? Мысалы, мынандай нәрсе бастайын деп жатырмын. Неге кеңес бересің? Қалай ойлайсың деген кезде сен үшін шынайы несін айтып, былай жасасаң қалай болады, былай жасасақ қалай болады, мүмкін осылай дамырсың деген сияқты шынайы достың болу қаншалықты маңызды екенін сізбен біз өте қатты түсінеміз. Мысалы, бұл жерде бүйтіп жазуға болмайды, мен сенің мына баламен араласқаныңды қаламаймын деп айтуға болмайды, қыздар. Именно мына баламен араласпа, тек мынамен дос бол деп жасауға болмайды, қыздар. Өйткені біз олай приказ бере алмаймыз балаға. Бірақ оның окружениесінде жақсы достар болуының энергиямызды жібере аламыз. Оның бойына окружениесін біздің егер батамыз жаңағы жақсы жеткізе алатын болсақ, баламыздың окружениесінде ол үшін шынайы емес, ол үшін иншаллах ол үшін шынайы емес, ол үшін нашар, қайырсыз болатын достар автоматически өзі-ақ кетеді, қыздар. Сондықтан приказ бермейміз, мынамен дос бол, мынамен дос болма деген сияқты. Онда ешқандай приказ бермейміз. Менің қызымның бойын жанында шынайы және адал достар болған болады. Менде қандай эмоция келіп жатыр? Сенімділік, қорғаныш, қуаныш. Егер мен қызымның осындай достар болатын болса, мен қызымның болашағы үшін уайымдамаймын. Қандай жақсы, қандай керемет, өте жағымды. Сіздерге бір-екеуін өйстіп көрсете беремін. Тағы да бір-екеу сызып көрсетемін. Ары қарай тура сыза бересіздер. Қараңыздар, мына жерге түсіресіз ба, көкті мына жерге түсіресіз ба, мына жерге түсіресіз. Маңызды емес, осы алақанның ішінде төңірегінде болса болған. Неше круг салам десеңіз де маңызды емес. Маңыздысы сіздің қанағаттануыңыз, өзі болды, уже алақаным толды, қазірше осы энергиямды, ресурсымды салып, жеткілікті десеңіз болғаны. Осылай жасай бересіз. Каждый қиылысқан жерде, каждый нәрсе елестете отырып саламыз, чувствовать етеміз, сезінеміз, қыздар. Олай сезініп отырып сала береміз. Мысалға, қазір мен округление жасай беремін, потом қазір уақыт көп кетіп қалады. Қараңыздар, тағы қандай качествосын дамытқан қалайсыз, кім болғанын қалайсыз. Мен болашақта қызымның жаңағы адамдарға көмектесетін мейірімді, адал болғанын қалаймын. Немесе болашақта қызымның қаржылық жаңағы сауаттылығы жоғары болғанын қалаймын. Бірінші очередь қалайтын нәрсеме қаржылық сауаттылығы болғанын қалаймын. Мысалы, бір групп кетті. Екінші групп тағы не, жаңағы адамдарға көмектесетін мамандық таңдаған қалаймын. Мысалы, дәрігер болуын қалаймын деп айта алмаймын, бірақ адамдарға көмектесетін, денсаулығына көмектесетін бағыттағы маман болғанын қалаймын деген сияқты. Кім болғанын қалайсыз, кімнің не жетістікке жеткенін қалайсыз, болашақта мықты кәсіпкер болғанын қалайсыз ба, білмеймін қалай, мүмкін бір 100 адамның қатарына кірген миллиардер болғанын қалайсыз ба, сол сияқты каждый, мысалы, миллионер болғанын қалаймын, мысалы, табыскер болғанын қалаймын, мысалы. Прям қараңызшы, үлкен болып кетті. Это тоже не просто так, да? Кругтың ішіндегі именно үлкені уже менде не болыпты. Оның финансовый не болған, қиындығы болған қаламаймын, Сол сияқты сіз балаңызға нені қалайсыз, қандай нәрсені қалайсыз, тура осылай сызасыз да, өзіңізден алып отырып нейрографический линияларыңызды жүргізесіз. Жүргізіп отқан кезде сол нәрсе балаңызда болып қойғандай қылып елестетесіз. Түсінесіздер ғой? Елестетесіздер, солай нейрографический линиямыздың бәрін толықтап аяқтап шығасыздар. Мен қазір видеоны өшіріп, осы ресурстарын аяқтайтын боламын. Сіздер де өз паузаға қойыңыздар да, осы нейрографический линияңызды до конца өзіңіз қанағаттандым дегенге дейін жасап бітіңіз. Қыздар, мені көріп тұрғандарыңыздай, мен толық өзімнің нелерімді жасап, нейрографический линиялармен жүргізіп, энергия беріп болдым. Енді маған өте осы айтатынымды айттым, эмоциямды сезіндім, барлығын түсіндім, жеткіздім, осы нәрсенің бар екенін сезіндім барлығын. Енді орындалып бір Аллаға жібереміз. Мен алғашқы баламның, қызымның кругы 3 болған тұғын.
ол өзгеріссіз қалады. Өйткені эффект тез әрі жылдам орындалғанын қалаймын. Поэтому мен үшбұрыш күйінде қалдырамын. Енді Алланың жолын біз көбінде былай жоғарыдан төмен қарай түсіретін қой. Біз енді Аллаға жеткізу жолымызды төменнен өзіміздің алақанымыздан жоғары қарай бастаймыз бұл алгоритмде. Ол белгілі бір линиялардың үстін басып жүруі мүмкін, немесе өз алдына пайда болуы да мүмкін. Қазір мен оған өте жуан маркерді қолдана салғандарыңыз дұрыс, осындай оңай болады. Мен мысалға бір линияның үстінен басып жүргіздім да. Қараңыздар. Қолым менің осылай қарай кетеді. Алла жаратушы ием. Мен өзімнің қалағанымды, қалай болғанын барлығын жаздым. Жуандатамыз, көрініп тұру керек немесе. Енді орындалып бір өзіңе тапсырдым. Яғни біз жіберуіміз керек, жаңағы ситуацияның бәріне қатып қалмауымыз керек, осындай болу керек деп ше. Тура соны осылай Алланың жолына жібереміз. Тек қана жоғарыдан, төменнен жоғары қарай. Бұлай түсірген жазуымызға болмайды. Біреуіңізге осы бір линияда жеткілікті болуы мүмкін, біреуіңізге бірнеше линия болуы мүмкін, білмеймін. Мүмкін мен сияқты емес, сәл өзгешелеу, басқа жақ алақаныңыздың басқа тұсынан шығуы мүмкін. Оның барлығы өз еріктеріңізде. Яғни телаңызға мән бересіздер. Телаңыз қалай қалап тұр, тура солай жасайсыздар. Маған мысалға біреу жеткіліксіз болып тұр. Мен мына тұсқа қарай, тура өз фигураның жанынан маркерлеріме бүгін осылай тағы біреу шыққанын қалап тұрмын. Орындалуын Аллаға жіберетін. Өйткені біз бұның барлығын жалғыз өзіміз біз қаладық екен деп орындала салмайды. Біз Алла тағалаға жібердік. Біз ситуацияны пропускать етуіміз керек, былай айтқан кезде. Біз өз қалауымызды айттық, жеткіздік. Маған осы екі не жетеді. Екі линия жетеді. И осының қиылысқан жерлердің барлығын округлять етіп шығасыз. Бірінші жанынан бастап. Менде бүгін сабақ барысында маркермен проблема өте көп болады. Жаңадан алған маркерлерін дұрыс жазбай жатыр. Осындай проблема болмас үшін қыздар алып отқан кезде ше тексеріп алыңыздар маркерді қашы. Анша-мұнша жерлерінде округление қалып кеткен болса туралап шығасыздар. Осылай қиылысқан жердің бәрін дөңгелектеп шығамыз. Мына бетін дөңгелектейсіз.
достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, мен алаңа жіберу жолын жасадым, сыздым, жібердім. Енді мен осы немен картинкама түсіп беріп шығатын боламын. Менде фиксация білесіздер ма, қайсы болған қалап тұрмын. Менде фиксация жалпы ол мынау нем болған қалап тұрмын. Бай болу, миллиардер болуы қызымның. Соған фиксация бергім келіп тұр, бірақ ол фиксация менде түспен берілетін болады. Өздеріңіз карандашпен әдемілеп, кем дегенде 4-5 түсті карандаш, прям көп жібермеңіздер, бір карандаштың өзімен 1-2 түс шығаруға болады деген сияқты. Солай қылып салыңыздар. Осы түсті шығаруда, мысалы, мына төмен жақтарын қалың қылып бояйсыздар. Бояу тәсілі де бар, өздеріңіз білесіздер, қатысып жүргендер, интенсивке, мен ақша магнитімде достық барлар білемін. Бір боялған кезде бір түспен, тек мысалға, бір мынаны ғана бояп қоюға болмайды, ортаға сары, осы түсті бояп қойып, қалған басқа түс қоймайды. Бұны карандашты алдыңыз ба, сіз кем дегенде 2-3 түс бірдей болу қажет. Сонда ескереміз. Удобно айналдырып. Менде фиксация осы түс болған қалап тұрмын. И білесіздер ме, бұған еще мен қандай түс беремін? Сыртына яркий болып көріну үшін, именно осы фиксация екенін көріну үшін мен үстіне тағы былай түс беремін. Бұл типа менде фоновой фон түс болады да. Қараңыздар, яркий болды прям. Басқаларына бұлай бермейсіздер, бұлай боямайсыздар басқаларына. Бұл менде фиксация түсін, яғни фиксация жасалды. Так, келесі мысалға
қайсысын былай мысалға кроме нақ светті енді мен қолданбаймын да, потому что ол фиксация өз алдына ерекше түс болып тұру қажет. Мысалға мен келесі жасыл түсті де осылай қолдансаңыздар болады. Әр кругтарыңызды, мысалы бір кругты мынаны жасылмен бояймын, например, мынаны жасылмен бояймын, иә. Мысалы мынаны жасылмен бояғым келіп тұр да. Осыларды осылай кәдімгідей бояй бересіздер. Арасына түстерін беріп, ешқандай ерекшелігі жоқ, тек бізде фиксацияны сәл ерекшелеп алдық та, қалғандарының ешқандай ерекшелігі жоқ. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай мен алгоритмді аяқтадым. Жоғары жағына әшейін фон түс бересіздер. Яғни мысалға карандаштап алып тек қана былай қарай бүйтіп қойып фон түс беріп тұрсаңыздар болды. Қатты акцент беру қажет жоқ, негізгі фонымыз көрінбей қалады. Ал ішкі мынау нелердің барлығын, мысалға осындай нелердің барлығын анық қылып көрінетін түрлі дизайнда өйстіп жасасаңыздар болады. Ал фонын тек қана фон свет қылып беріңіздер, қыздар. Қатты не қылып қоймаңыздар. Сосы, барлықтарыңызға қайырлы білім болсын. Бұл алгоритм сіздерге ұнады деген ойдамын. Өз отзывтарыңызбен бөлісіп өтіңіздер. Инстаграмда отмет етсеңіздер өте қатты қуанатын боламын. Барлықтарыңызға қайырлы білім болсын. Барлық тілеген тілектеріңіздің бәрі, жіберген ресурстарыңыздың бәрі Алланың құлағына шалынып, балаңыздың өмірлік сценарийінің өзгеруінің себепшісі болыңыздар. Рахмет.